Ассалаумалейкум қыздар. Микрофонымның зарядкасы бітіп қалған екен. Сондықтан микрофонсыз түсіремін. Бізге 10 посылка келді осындай. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Қазір бір-бірлеп ашамын. Ең бірінші осы посылкадан бастағым келіп тұр. Барлық заттың ссылкасын описаниеде қалдырам. Мен осы жолғы товарларымның бағасын еш жерге жазбадым. Сондықтан маған шамалы бағаларын айту қиын болып тұр, тек астына қалдырып кететін боламын. Мынау қателеспесем стекло. Мына жер стекло бердім. 2 сүртетін берген. Мындай купон. 1 юань келсе осы магазин берген, 1 юанға көрейік. 3 стекло бердім. Бағасын шамамен де білмей тұрмын даже. Просто iPhone 14 Pro қалған стекло. Күшті орап жүрген. Қалай сенетіні бәрібір. Соның үшеуі бердім. И біреуі мындай темный, көрінбей тұрады ғой. Ойбай, қасқа. Былай екен ғой. Ашылмасын құрсын. Көрінбей тұрады ғой, сондай өкшін. Қара болып тұрады сыртынан қараған. Біздің көрінбей. Сондай бердім. Берші, қарапсырам. Сөзі көрсетейін. Келесім. Так, мен бағасын айтпай кетіппін. Осы 10 посылкаға мен где-то 6300 ба, сондай келесі қателеспесем. Точнысын мен астына видео астына қалдырып кетемін бағаларын. Сосын заттарында фотосымен, бағасымен бәрін қалдырамын. Одан кейін неше кетімдер жатырмын. Так, бұл не бізде? Бұл бізде носки. Фото қалдырам. Тағы да купон. Бұл жолы 2 юань. Так, бұл қараңыздар күшетіп орап жүреді. Мынадай носкилер алған кезде мынадай вешалкасымен болады ғой. Особенно мужской носкилер осындай болса күшті келеді бір ғой. Качествосы күшті болады. Мен оның алдында алып жүрген носкилерім болды. Былай қарағанда күшті, бірақ жуасын ғой, качествосы жаман болып қалады. Мына цветтерін қараңыздар күшті. Өзім осындай яркий бердім. Сосын Қытайдан носки алған кезде андай пара деп жазып қояды да, андай штуымен мысалы. Дәл осындай носки өзіме алғаным күшті, прям осындай вешалкасымен алғаным күшті. Несі качествосы мықты болады. Сатқанда да ұялмай сатасыздар. Келесі бұл не? Бұл жол чисто өзіме балаларға бердім. Бұрын сатуға да саттыра болатын. Тағы юань, 1 юань. Мынау балаларыма берген не? Үйге киюге домашний киім. Трико. Екеуін бір магазиннен бердім. Мынау қызыма 100-ші размер. Мынау материалы хлопок. Мынау бірақ тарылатын сияқты кішкене үлкен беру керек екен. Если мысалы мен 100 берсем, мен 110 беруім керек екен. Мынау жолғанда тарылатын материал көрініп тұр. Бірақ материал күшті, андай таза материал. Таза хлопок па қалай? Олыма. Оға 90 бердім. Оғанда тарып қалмаса. Бағаларын білмей тұрғаным ай. Бірақ точно несін бағасын қалдырып кетем. Ссылка астында қалдырып кетем. Келесі. Қандай зат екен. Вау! Осыны көп. Мынау менің примерно біліп тұрған барсы. Зарядчигіме алған. Чехол. Вау, күшті. Мынау оказывается қатты емес екен, да? Жұмсақ құрсын. Или анау бүйтіп ұзындығымен істегенде қатаятын болар. Мынадай фотосымен қалдырып кетем тоже. Күшті, да? Мынадай. Мынау несі екен білмеймін. Мынау несі екен. Наушник бүйтіп орап сақтасын. Мынау басын салатын. В общем, фотосын қалдырам ғой. Келесі. Өзіме 1 литр рубашка бердім де. Содан кейін уже рубашкаға жатып алдым. Нақтап рубашкаға тағы да бердім. Мынау мен купальниктер. Қызым мен балама берген купальниктер. Күшті. Қызыма мындай бердім. Юбкасымен андай. Юбка сияқты тұрады. Шорти бірақ. Түгел жер жабық. Мындай тоже түгел жер жабық кофтасы да. Көрініп тұр ма қазір?
мындай да, фотосын тоже қалдырамын. И мындай материал. Енді кубанистікі білесіздер. Бағасы тоже нормально. Күшті мына бағалар. И олма басқасын бердім. Екеуін бір магазиннен бердім, бірақ басқа модельде. Оған қысқа шорты. Сондай шорты вариантына дзеден келеді. И мынада мореге барсақ, может, кеп кетпесін деп ұзын жең бердім оғанда. В общем, качестволары күшті екен. Мынада күшті. Следующий. Вау! Екеуін тоже бір магазиннен бердім. Носки. Поток носки. Мені осылай келген носкилер кішкене несі синтетика көп қосылған. Ну, барады үйге киіп соғам мен. Толтырып алдым. Күшті емес пе? Тоже 10 носки. Қызыма розовый қойдым. 10 носки алма. Қолымда материал сондай екен. Жақсы, үйге киіп соға күшті емес пе? Шыққанда бай да күшті. Бай да киюге болады. Ойнатын ылғи. Бағаларын білмей тұрамыз. Бағасын да ескердім. Келесі, менің чехолдарым болу керек. Мен телефонымды ауыстырдым. Видеоның качествосынан да көрініп жүрген болар соңғы уақытта. Сондықтан жаңа телефонға жаңа чехолдар. Ой, мен біреуін жасап жүрмін. Мынадай чехол. Кожный. Үшінші чехол болған. Бірақ не материал болмай, оны салмады. Сосын мен возврат жасадым. Ақшасын қайтарып. Кстати, мама подарка сияқты. Қарау керек та сайттан. Подарки көп. Мен оның артында қондырылатын екен. Осының артына қондырылатын мен берген сияқтымын. Мына чехолдар аңдаш күшті. Приятно күшті. Осыны алып тастау керек екен. Жылтыраған, в общем. Күшті де. Чехол бір берсең, тоқтаймай бере бересің. Ашып қарай. Магнитик. Ананы аласың, растырасың. Я мынамен бірге бердім мен. Қателеспесем. Осылай ма құрсын, бірнесі бұдырғанмен. Былай тіреп қоясың. Осылайсың мен бердім, өзім специально болсын магнитик. Бүйтіп тіреп қою үшін. Күшті екен. Дәнный затым. Бұл менің балаларыма деген аяқ киім сандали. Ой, майсадшы. Мен, уже жанып жатыр ғой. Балама, баратын сияқты қорқып едім, бармай қалмай, кішкентай болып қала ма деп. 22-ші размер. Мына қараңыздар, цвета қалай күшті жанады. Качествосын көрсетейін. Күшті. Ашылмайды енді. Күшті екен, качествосы. Мықты. Сосын қызыма тоже сондай едім. Бірақ не? Кішкентай бола ма деп тағы заказ беріп қойын. Мынау баратын сияқты, кие беретін сияқтымыз. Сатам деп ойлағам, если что деп тағы 200 заказ беріп қойып едім. Олар келеді, берсе ссылкасын түгел описаниеде қалдырамын. Қыздар күшті екен качествосы. Қызыма баратын шығар деп ойлаймын. Келісіп қараймын, берсе. Қалай әдемі де? Күшті жанады. Теперь моя очередь деп па. Өзіме берген заттарым қашан шығасыңдар. Айттым ғой, мен рубашки жатып алдым. Тоже алдыңғыда рубашка. Только басқа модельде. Бағаларының қанша екен? 25 юань. Где-то 2 мың шығар. Қателеспесем. Жеңі қысқа болады ау. Мен ұзын деп көріп едім. Былай материал күшті екен. XL бердім. Өзім бос тұрған жақсы ойлаймын. Күшті. Нормально болатын сияқты киімде. Күшті ілгектерін бәрін қараңдар. И тігіс тоже. Қыздар, қалай әдемі, аккуратно тігілген. Так, домашний деп алуға болады. Үйге. Мынау остров. Цветін қараңдар күшті. Коричневый. Метровой.
Фотосын қалдырам. В общем, қалтасы бар. Ой, мынау не? Так, күшті екен былай. Фотосы бәрі бар. И модель тоже күшті. Надо. Мықты. Следующий у нас... Ой, бізге артық бір пакет кетіп қапты. Бұл менің қызыма берген трусики. Ойбай. Вообще қотырып жүрген сияқты ма что-то? Біреу. Жоқ, дұрыс. Размері күтім. Күшті беттім ғой, атасы. Машалла, күшті бет. Ойлече берген соң ғой. Күшті качество бар. И рисунки тоже яркий, қызына берген. Так, мына жерде жазылмай деген. Неше жаз екен бағын деймін. 3-4 жас деп бердім меніңше. Бұл магазиннен әртүрлі модельдер бердім. Біреуін таңдап солай бердім. Самына материалы сәл жұқа. Міне, жұқа. Кәдімгі көрініп тұр. Ал мынау более қатты хлопок. Ал мыналар более резиновый. В общем, сондай. Ссылкасын бәрін қалдырамын. Қыздар лайк басып, комментарий жазып, активно болыңыздар. Каналға тіркеліп, всегда қарап отырыңыздар. Рахмет.